Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем еңбек сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының ұлттық тағамдары. Оқу мақсаты әлем халықтарының және ұлттық тағамдардың жасалу технологияларын зерделеу және қолдану. Олай болса, сабағымызды жалғастырайық. Жалпы балалар, қазақтың ұлттық тағамдары ет тағамдары, сүт тағамдары, ұн тағамдары деп үшке бөлінеді екен. Ет тағамдарына келетін болсақ, олар шұжық, қазы-қарта, жал-жая. Сүт тағамдары қымыз, құрт, ірімшік, айран, ал ұн тағамдары бауырсақ, шелпек, тоқаш тәрізді ұн тағамдары жатқызады екен. Жалпы қазақ халқы ұн тағамдарына бай халықтардың бірі. Оларды сендер күнделікті қолданамыз, жейміз. Ата-аналарымыз, әжелеріміз бізге пісіріп береді. Солардың бірі табанан. Табанан ол жоғары немесе бірінші сортты ұннан, май, сүт қосып еленеді. Қамырлы бір табан үстіне екінші табаны төңкеріп жауып, шоқтыққа көміп пісіреді. Оны пешке немесе қазіргі заманауи духовкаға пісіруге де балалар біледі. Соны білесіңдер балалар, иә? Онымен қоса қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ол бауырсақ. Бүгін біз сол бауырсақты пісіру технологиясына үңілеміз. Олай болса, келесі бейнероликке назар аударуларыңды сұраймын. Мінеки қыздар, бауырсақты қалай пісіру керек екенін біз видеодан көрдік. Енді соны аналарымен бірге үйде қайталап көрейік, жарай ма қыздар? Ал үйге тапсырма ретінде мына сұрақтарға жауап берулеріңді сұраймын. Қазақ халқының қонақжайлылығын, ерекшелігін атаңыз. Қандай тағамдар ұсынады? Алдын ала дайындалған азық-түліктен қандай тағамдар дайындауға болады? Осы тағамдар дайындауда қандай технологиялық үрдістерді қолдануға болады? Осы сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер. Олай болса, қыздар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.